Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді тіске басар жасаймыз. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, тағы да жасап беруін өтінетініне сенімдімін. Халал сосискамызды алып, сыртын тазалап аламыз. Екі-үш дана картобымызды осындай дөңгелекше формада жіңішке етіп кесіп шығамыз. Сосискамызды 3 бөлікке бөліп, шпажкамызды алып, картопты сосискаға ораймыз. Кәуап сияқты жасаймыз тізіп. Табамызға майымызды құйып, баяу отта қызғандан кейін майымыз 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде табаның қақпағын жабып қуырасыздар. Осымен тіске басарымыз пісті. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мені қолдап лайк басып кетіңіздер.